Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Орталық Қазақстан кенді аймақ. Сабақтың мақсаты көптік мәнді есімдер мен көптік жалғауларды ажырата танып дұрыс қолдану. Көптік мәнді есімдер дегеніміз не? Затты жеке атамай, жиынын тобымен атайтын зат есімдер көптік мәнді есімдер деп аталады. Көптік мәнді есімдерге көптік жалғау жалғанбайды. Көптік мәнді есімдерге мынандай зат есімдер жатады. Мысалы, бірінші, сұйық заттың атаулары айран, шай, тұздық. Газ тектес заттардың атауы озон, бу, түтін, тұман. Бұлар газ тектес заттардың атауы. Егер ұн, шаң, шаш, кірпік болса, бұл ұсақ, ұнтақ заттардың атауы болады. Алғыс, ақыл, сүйеніш, өнеге деген сөздер болатын болса, онда бұлар дерексіз ұғымдарды білдіретін заттардың атауларына жатады. Егер алтын, күміс, қола, тағы да басқасы болатын болса, бұлар табиғи бөлшектенбейтін заттардың атауларына жатады. Егер боран, жаңбыр, жел, қар болатын болса, бұлар табиғи құбылыстардың атауларына жатады. Есте сақтап алыңдар. Көптік жалғауы. Жалғаулар лар, лер, дар, дер, тар, тер. Егерде соңғы дыбыс а, ә, е, и, ү, о, у, қысқа и, р, я деген әріптермен аяқталатын болса, онда лар, лер деген жалғау жалғанады. Мысалы, бала, бала, лар жалғауы, балалар, әже, е әрпі, әжелер, лер жалғау жалғанады. Егер ж, з, л, м, н, ың деген соңғы дыбысы осындай әріптермен аяқталып тұрса, онда дар, дер деген жалғаулар жалғанады. Мысалы, гүл, гүлдер, аң, аңдар. Келесі, к, қ, п, с, т, ф, х, ш, 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 ц деген әріптермен аяқталатын болса соңғы дыбыс, онда тар, тер деген жалғаулар жалғанады. Мысалы, кітап, кітап, тар, тар жалғауы. Көйлек, к әрпімен аяқталып тұр, көйлек, тер, тер жалғау жалғанады. Осыны есте сақтап алыңдар. Келесі, оқылым тапсырмасы 8-ші тапсырма, мәтінді оқы. Өткен сабақта бұл мәтінді оқыған болатынбыз, тағы да бір рет өздерің мәтінді оқып алыңдар. Осы мәтін бойынша сендер 9-ші тапсырманы орындайтын боласыңдар. Мәтіндегі көптік жалғаулы сөздерді теріп жаз, оларды пайдаланып сөйлем құра. Көптік жалғауды қайталап, осындай мәтіннің ішінен көптік жалғаулы сөздерді теріп жазасыңдар. Оларды пайдаланып сөйлем құрастырасыңдар. Жазылым тапсырмасы бойынша дескрипторға назар аударайық. Көптік жалғаулы сөздерді табады 1 балл, олармен сөйлем құрайды 2 балл, жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Келесі тапсырма айтылым тапсырмасы 14-ші тапсырма. Қазақмыс корпорациясының өкілі және тілші болып сұхбат жүргізесіңдер. Сұхбатта Қазақмыс корпорациясының өнімі, оны қандай елдерге экспорттайтыны, қазір қандай жетістікке жеткені туралы айтылсын. Қазақмыс корпорациясы жайлы сұхбат жүргізесіңдер. Айтылым тапсырмасына байланысты дескрипторға назар аударайық. Диалог құрады 2 балл. Қазақмыс корпорациясының өнімі туралы айтады 1 балл. Қандай елдерге экспорттайтыны туралы айтады 1 балл. Қандай жетістіктерге жеткен туралы айтады 1 балл. Тіл тазалығы 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.